Біз үш ұлы халықтың Украина, Қазақ, Қарақалпақ халықларының қадаған етілген тарихын ашамыз. Білесіз бе, егер Евразияның барлық сияси тарихы біз мектеп карталарында көріп үйренген тарих, егер ол өз астында көрінбейтұғын, бірақ оғада беккем административлік каркасты жасырып тұрған болса ше. Бұл қандай да бір тарихи детективтің ұқсайды, солай емес пе? Солай. Егер аналогияны қолданатұғын болсақ, көз алдыңызға глобалдық операциялық системаны келтірің. Ол фонлық режимде тыныш ислеп тұрады. Ол жерде шекараларды басқарады, нызамлар жазады, ресурсларды бөлістіреді, бірақ әпеве тұрғын тек қана локалдық қосымшалардың ашық иконкаларын көреді. Яғни интерфейсті ғана. Соң жаңа келеді бұл системаны физикалық жақтан жоқ орнына, оның кодын қайтадан жазады. Файлардың атын өзгертеді, оларды қилы папкаларға шашып таслайды, сонда бұл системаны басында қандай болғанын кім сезбейтұғын болады. Бұл оғада дәл біраз қорқынышлы аналогия. Бүгін біз өзіміздің тиқар етіп алған масштаблы манифест текст дәл осы ойға жетелейді. Ол Қарақалпақ этносының ұлы өзін-өзі, имперлік статустан административлік шекем деп аталады. Бүгін біз таулап атырған материал Евразия кеңістігінің бүткілдей өзгеше көзқарас ұсынады. Автор қарақалпақларды тек қана бүгінгі күнде Арал теңізіндегі экологиялық апатшылық зонасыменен байланыстырылатұғын локалық халық сипатында емес, ал бірнеше әсірлер бюрократияның қалың қабатлары астында әдейілеп бөшекленген жасырылған имперлік скелет сипатында көрсетеді. Бұл жерде біз бүгінгі дұрыс шеңберін ұшым бір керек. Бұл оғада бүгінгі біздің миссиямыз сияси емес. Біз қандайда бір аймақлық деволарды ямаса мақсет етпеймсе, әсіресе тарихи бәсекелерде кімнің тәрепін алмаймыз. Бүгінге автордың концепциясын бейпәрес. Біз бұл ұлы гипотезаның ішкі логикасын түсініп, аргументлерін көріп, бүткіл имперлік структураны қағаз сияменен қалай өшіріп мүмкін екенін түсінбекшіміз. Бұл есенімсіз көрінеді. Солай етіп, бәрін басқыш көріп шығайық. Өзім келтірген аналогияға қайтатұғын болсақ, көз алдыңызға гигант тарихи пазылды келтірің. Кімдір тек ғана ішіндегі бар қорапты таслап жіберген емес, ал деталлардың өзін қилы реңдерге бояп таслаған, сонда олар қашан қайтадан бірлеспейді. Бұл пазылды қалай бұзылғанын алдын, оның фундаментіне, оның ядросына керек. Автор тұп-тура тиқарғы нәрселерден Қарақалпақ сөзінің өзінен баслайды. Ол тез арада қалыптасқан лингвистикалық стереотиплерге соққы береді. Сабақлықларда бұл сөз әдетте қалай? Қара бұл рең, ал қалпақ бас киім. Қара қалпақ. Дәл солай оғада. Бірақ текст бұннан да тереңірекке ұсынады. Автор бұл эндонимнің тамырлары шумер барып тақалады деп тастықлайды. Шумерлерге дейін бі? Ауа, ғам сол әйемгі контексте қара түбірі бүткілі басқа мәнеге ие болған. Ол реңді есі ұлы құдіретлі ямаса басыл мәнісін білдірген. Яғни бұл гардероб бұймы есі ал жоғары социалық статус ба? Бүткілей дұрыс. Бұл титул. Вәм тексте 552 жыл деген анық тарихи белгі барон. Бұл бірінші түрки қағанаты дүзлеуіне жақын уақыт па егер жаңылыспасам. Дәл солай. Манифестке бола, дәл осы бұрылыс пайтында әйемгі қара статусына екінші бөлім түрк қалпақ қосылады. Яғни түркі кодты статусы қалыплеседі. Бұл тек ғана атын емес, бұл олардың глобаллық рөлінің фиксациясы. Түсіндім. Яғни олар үлкен теректен бөлініп шыққан қандайда бір бұтақ емес, ал елаттың ең дәслепкі ядросы сыпатында көрсетіліп тұрма. Дәл солай. Олар бұл екі мәнілі атын өзінің абсолют аутентиклігінің мөрі сыпатында сақлап қалған. Бірақ тыңлаң, егер оларда сондай элитарлы статусы болған болса, демек, олар автоматлы түрде қандай сыртқы агрессор үшін басылын санаға айланған ғой, солай ма? Әлбетте, барлық ұлы басқыншылар жетіп ұрынған сол ядро болып тұрып, қалай аман мүмкін еді. Міне осы жерде материалдар бізді таң қалдыратуғын жағрапиялық деконструкцияға алып шығады. Гәп Хорезм деп білетуғын регион барып атыр. Автор бұл регионның оның ойынша қайтарады. Қаразим. Егер лингвистикалық жақтан таулайтуғын болсақ, иранша зим жер дегенді білдіреді, бұл болса русша зима сөзіменен үнлес. Дәл солай. Ал Қарақалпақ тілінің өзінде зимистан түсінігі бар. Яғни бұл тек ғана емес, бұл бір өзінде өлтіретуғын мұздай, ал кейін болса күйген айланатуғын дозақ орын концепциясы. Бұл жерде таң қалдыратуғына табиаттың өзі олардың табиғи одақласы болып қызмет еткенлігі. Бұл әйемге климатлық системасы еді. Сол парсы патшаларының кир
Дарий ямаса Александр Македонскийдің жорықлары оқығаныңда дайым жергілікті көшпелілер оларға қалай қарсы тұра алды. Гәп тек ғана қылышта емес еді. Басқыншылар нұрлы, қояшлы өлкеге баратырмыз деп ойлады, бірақ өлім лауышқасына осы Зимистанға түсті. Тәбиат тікелей биологиялық қалқан сыпатында иследі. Міне осы изоляцияда этнос тек ғана аман қалып қоймай, өзінің уникал әскери архитектурасын консервациялады. Текст бұл системаны гүрен деп атайды. Гүрен таныс естіледі. Бұл негізінде дөңгелек қорғаныс формасы. Айтпақшы, белгілі қазақша күрен сөзде осы жерден шыққан. Яғни шеңбер бойлап 360 градусқа дайым таяр. Дәл солай. Бұған автор генетикалық фундаментті де қосады. 2407 маркері тілге алынады. Ол олардың байланыстырады, яғни бұл тек ғана тәртіпсіз емес, ал биологиялық жақтан топ. Бірақ тоқтаң, автордың логикасында маған кішкене қарама қарсылық бардай көрінді. Егер олар өзінің қорғалған ядросында, осы дөңгелек қорғанысында соншалық беккем отырған болса, неліктен біз бүгін олардың ізлерін бүткіл Евразия бойлап атырмыз? Халықтың шашылып, тарихшылар әдетте әскери апатшылық белгісі сыпатында қабылдайды ғой. Мене бұл материалдағы ең қызық концептуалық бұрылыс. Автор идеясын қатаң түріп таслайды. Ол бұны қалай түсіндіреді? Ол оғада сөйлемлі метафора келтіреді. Олар сөк тұқымлары сыпатында шашылған. Бұл Днепр бойларынан Түркістанға шекем, оның пікірінше емес, бұл масштаблы имперлық стратегия. Яғни бұлар қашқынлар емес ма? Бір түрлі қызмет сапарлары сияқлы ма? Дәл солай. Аттыла Шыңғысхан элиталарының тікелей мирасқорлары сыпатында бұл ірі бірлеспелер арыслар деп аталады мемлекетлік мөрлердің иелері ролінің атқарған. Оларды аймақты ұслап ұшын әдейлеп ұлы Тартарияның шекаралары бойлап бөлістірген. Олар өзіменен бірге біз басында айтқан операциялық системасын алып барған. Тыңлаң, бұл тармақтың масштабына қарайық, өйткені деректерде келтірілген мысалдар әдеттегі тарихи көріністі бұзып таслайды. Мысалдар оғада күшлі. Ноғай ордасын алайық. Ең күшлі бірлеспе. Текстке бола, оны Қарақалпақ арысы Маңғыт басқарған. Сол атақлы бейедіге де сол жерден шыққан. Енді батысқа қарайық Рустың Құблаш шеғараларына. Ол жерде тарихшылар дайым қара қалпақлар одағын белгілеген берендейлер, торклер сабақлықлардан таныс атлар ғой. Ал автор бұл тек ғана жаланбалы әскерлер емес, ал осы элитарлы шеғара күзетінің батыс фронты екенін тастиқлайды. Бұл күзет өзгеруші шараятларда да еткен. Сол текст ізлерді Балқанға шекем алып барады, ол жерде ғағаузлар православияны қабыл еткеніне қарамастан тілін таза сақлап қалған. Кавказда болса біз қара папақ элитарлы кавалериясын көреміз. Атының өзі қара папақ, бұл қара қалпақтың тұп-тура нұсқасы ғой. Бүткіллей. Урал Поволжиде автор мишарлар башқұрт юрматыны осы гигант системаның бір бөлігі сыпатында идентификациялайды. Мене осы жерде ең қызығы басланады. Кейін материалда мен ашығын айтқанда таң қалған бір бар. Ой, мен не екенін сезіп тұрмын. Бұл рус тарихының орайлық тұлғасы Иван Грозныйға байланысты ма? Манифесте оның анасы Елена Глинская Глинскилер шыққан, ал олар болса Мамайдың тікелей екенлігіменен тастиқланған деп айтылады. Ал Мамай болса деректе Қарақалпақ кяттан шыққан. Солай етіп, бірінші рус патшасының қанында Қарақалпақ элитасының қаны аққан болып шығады ма? Бұл классикалық тарихқа үлкен шаблонларды қатты бұзады. Бірақ автор Глинскилердің Мамайдан таралған генеалогиясы да шәжірелерде фиксацияланғанына сүйенеді. Егер біз бұны манифест сызған кеңірек пенен байланыстырсақ, бұл кездейсоқ неке ямаса ассимиляция емес еді. Бұл осы имперлық тармағының қалай ислегенін көрсетеді. Московия элитасында Кят, Ноғай ордасында Маңғытлар, Сибирде Шайбани ханлар. Бұл бәрі бірден-бір интеграцияның элементлері. Яғни олар ушын келмеген, олар административлік аппаратларды ушын келген. Дәл солай. Олар легитимлестірген, өйткені оларда бұған жоғары сияси лицензия база болған. Текстте жақсы мысал бар. Төле би. Бұл адам атақлы дала нызамлары жинағы 7 жарғының бас архитекторы болған. Даланың үлкен бөлегінің фундаменті. Олардың өз дипломатлары өз болған, мәселен, Россия империясы менен теңдей сөйлескен Мурат Шейх Азиз. Олар абсолют суверенитетке ие еді. Дәл осы суверенитет XX әсірдегі жаңа империялар үшін баслы проблемаға айланды. Мене біз баслы парадоксқа жетіп келдік. Егер бұл имперлық скелет соншалықты беккен болса,
Егер олардың системасы әсірлер қалтысыз ислеген болса, қалайынша бүгінгі сабақлықларда біз олар тек ғана шашылып кеткен кіші халықлар сыпатында оқимыз. Бұл гигант мақына қайда жоқ болды. Міне осы жерде текст кульминацияға автор ұлы өзін-өзі ямаса статистикалық этноцид деп атаған процеске өтеді. Статистикалық этноцид бұл термин маған қатты ұнады. Ол жүз берген нәрсенің механикасын оғада дәл түсіндіреді. Автордың Россия империясы кейін болса СССР бұл структураны өз аймағында қылышпенен мүмкін емеслігін тез түсінген. Земестан сәрхек. Сонлықтан да инструментлер өзгерді. Артиллерияның орнына бюрократия келді. Бұл өшіріп текарғы механизмі сол атақлы 1924 жылғы административлік аймақлық болды. Бұл практикада қалай иследі. Қалайынша мощный этносты канцелярия папкаларының жәрдемінде өшіріп мүмкін. Жасанды бөліп арқалы. Бөлеп тасла ет стратегиясы. Дерекке бола, ортақ тарихы бар бірден бір халық мәжбүри түрде онлаған жаңа административлік брендерге бөліп тасланды. Яғни олардың атын өзгертіп жіберді ме? Ол сөк тұқымларының өз ядросы арал менен байлансын ұшын ба? Дәл солай. Кавказдағы қарапапақларды тез арада түркілестірді ямаса Әзербайжан этносының бір бөлегіне айландырды. Бір бөлегін механикалық түрде өзбеклерге, бір бөлегін қазақларға, бір бөлегін башқұртларға жазды. Сібірдегі тармақларын болса жай ғана, Сібір татарлары терминін астында еретіп жіберді. Манифесте нақ демографиялық цифрлар келтіріледі, оларда қорқынышты көрінеді. Келін, бұл демографиялық подлоқты таллайық. Цифрлар таң қалдырады. Автор 18 әсірдегі рәсми хат алады, ол жерде этностың саны 6,00 мың адамнан кем емес. Сол дәуір ұшын үлкен цифр. Дауам етеміз, 1873 жыл. Рус разведкасы Хива ханлығының регулярлы армиясының 2/3 бөлегі тек қана қарақалпақлардан ибарат екенін фиксациялайды. Тоқтан, бүткіл бір ханлықтың армиясының 2/3 бөлегі ме? Бұл дегені олар регионның бүткіл күш блогын толық бақылап тұрған ғой. Бұндай армияның артында гигант популяция тұруы керек. Бүткілей дұрыс. Бола, тек бір оазистің өзінде кемінде 300 мың адам керек еді. Ал енді 192-5 жылғы совет статистикасына қараймыз, бұл олардың автономиясы дүзілген. Ол жердегі рәсми очерклерде кездейсоқ тек ғана 1-2 мың адам деп жазылған. Яғни халықтың жартысынан көбі 18 әсірменен совет перепіслері арасында жай ғана ғайып болған ба. Автор олардың қайда кеткенін тұп-тұра көрсетеді. 1-8 мыңнан аслам адам бұл қалған халықтың 6,0%-ға жақыны техникалық жақтанаты өзгертілген. Жаңа республикаға зәрір демографический салмақ үшін олар өзбек халқының құрамына интеграцияланды. Солай әтип, бұл не дегені? Статистикалық өшіріп тарих па? Сен адамларды физикалық түрде жоқ етпесең, сен тек ғана олардың қайта жазасың, жаңа миллет пенен жаңа паспортлар бересең. Бұл автор жазған имперлік қорқыныштың тәбиаты оятады. Неліктен советлер бұндай махинацияларға барды? Себебі империялар бұл имперлік элиталар консолидациясынан апатлы түрде қорыққан. Логикалы, егер олар бірлессе, егер олар өз бірлігінің масштабын сезсе, бұл орайменен бәсекелесе алатуғын күшті пайда етер еді. Сонлықтан олардың тарихын архивке жапты, болса басқа миллетлер шеңберіне қамап қойды. Бұл отырып, автордың материалларына бола, бүгінгі күнде Қарақалпақ деген тарихиятты бұл қандайда аймағына дәуі емес. Түп-тура, тарих біздің көз алдымызда зергерлік статистика астында жасырылған мүмкін. Бұл да таң қалдырады, критикалық үйретеді. Соңында, білесіз бе, материалдың ең соңында біз елі талқыламаған бір блогы бар, ол миды жарып жібереді. Сіз сырт мемлекетлерменен байланыслар айтып атырсыз ба? Автор қарақалпақлардың бабалары шумер цивилизацияларында из қалдырғанын тілге алады. Бірақ бұл бәрі емес. Индиядағы Дели сұлтанлығының династияларына интеграцияланғаны тастықланады. Мысыр мәмлүклері де сол жерден. Мысыр мәмлүклерінің сезілерлі бөлегі Преараледен шыққанлар еді. Бұл бізге бұл гигант пазылды бірлестіретуғын адамды күтіп атырған базасында ұшын таң қалдыратуғын тұқым таслап кетеді. Дәл солай, осы интригалы нотада біз бүгінгі өз бетінше ұшын кеңістік ашық қалады.
Көрмесем сызлайды жаным, маған бақыт сенің барың. Барлығынан хабар бер, маған бақыт сенің барың. Барлығынан хабар бер. Қайда жүрсең қалада ма, көк майсалы далада ма, жүрегімді жаралама. Барлығынан хабар бер, жүрегімді жаралама. Барлығынан хабар бер. Нөкістеме яшым байда, хош елия шоманайда. Париж бе бәлкім Дубайда. Барлығынан хабар бер, Париж бе бәлкім Дубайда. Барлығынан хабар бер. Мен көрмеген жайдамысың, бұлт үстінде айдамысың, сылдыр бұлақ сайдамысың. Барлығынан хабар бер, сылдыр бұлақ сайдамысың. Барлығынан хабар бер. Сергіздан қылайын дедің бе, якысынайын дедің бе, сағындырайын дедің бе. Барлығынан хабар бер, сағындырайын дедің бе. Барлығынан хабар бер. Көкте болсаң ұшайын мен, жер жаһанды құшайын мен. Бауырыма басайын мен. Барлығынан хабар бер, бауырыма басайын мен. Барлығынан хабар бер. Көкте болсаң ұшайын мен, жер жаһанды құшайын мен. Бауырыма басайын мен. Барлығынан хабар бер, бауырыма басайын мен. Барлығынан хабар бер.